Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында тәтті қытырлақ сухариктер дайындайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Мінекей үйіңіздегі кез келген нанды жіңішкелеп турап алсаңыздар болады. Кез келген нанның түрі жарайды. Және бөлме температурасындағы осындай еріп тұрған сары майды нанымызға екі бетіне де жағатын боламыз. Жұқалап жағып аламыз. Мінекей осылай жағып аламыз. Және де оны қант ұнтағына немесе қантқа да батырсаңыздар болады. Мен осындай қант ұнтақтарына екі бетінде батырып және кішкене сілкіп қағып алдым. Артық ұнтақтарын түсіріп аламыз. Мінекей енді табамызға пергаментный бумага немесе маған ұқсап осындай А4 қағазды парақты қойсаңыздар да болады. Мінекей барлығын жайғастырып алдық. Енді духовкада пісіріп аламыз. Міне осындай қып-қызыл әп-әдемі дәмді сухариктеріміз дайын болды. Мінекей қандай қытырлақ әдемі екенін көрсеңіздер болады. Міне толықтай кепкен әдемі болып қытырлап тұр. Дауысын естіп қараңыздар, өте керемет. Міне осындай қытырлақ әрі дәмді сухариктеріміз дайын. Шаймен жеуге өте керемет. Достар, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.